Кимпап Корея ұлтының ұлтты тағамы. Кимпапты дайындаймыз. Өте дәмді және оңай тез дайындалатын қарапайым өнімдерден тұратын тағам. Сіздермен бірге Инка Вакцовна. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Барлық өнімдерді видеоның астында толық жазып кетемін. Піскен күріш, піскен ет, шұжық, қияр, краб таяқшалы, сәбіз және 3 дана жұмыртқа, кимпап жапырақтары, пекин жапырақтары, кунжут және кунжуттық май керек болады. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басыңыз, видеоларды жіберіп алмаңыз. Барлық өнімдерді видеодағыдай ұзынша қылып тураймыз. Қызып тұрған табаға өсімдік майын құйып, сәбізді жұмсарғанша және шұжығымызды қызарғанша қуырып аламыз. Келесі 3 дана жұмыртқаны жарып, дәміне қарай тұз салып, жаңағы табамызға омлет қуырамыз. Қуырылған омлетімізді ұзын жолақтарға кесіп шығамыз және пекин жапырақтарында қолданамыз. Жұмсақ жағын аламыз. Біздің күрішке кунжут майын қосып, жақсылап араластырамыз. Ең алдымен нори жапырағын қоямыз. Оған күрішімізді жақсылап тегістеп жағып шығамыз. Келесі пекин жапырағы және қалған ингредиенттерді өздеріңіз қалауыңыз бойынша кезек-кезек салып шықсаңыз болады. Барлығын салып, жақсылап нығыздап, жыртып алмай, осылай рулет айналдырамыз. Нори жапырақтың шет-шетіне кішкене күріш жағып, оны клей ретінде жабыстырып, осылай формасын келтіріп дөңгелетеміз. Дәл осы процесті қалған нори жапырақтарымен қайталаймыз. Міне барлық өнімдерден бізде 6 осындай дана кимпап шықты. Оның бетін кунжуттың майымен майлаймыз және кунжут себеміз әсемдігі үшін. Дастарханға әсемдеп қою үшін біз бұны пышақпен кесеміз. Ол үшін біздің кимпапты кесу үшін бізге су керек. Пышағымызды сулап тұрып, осындай бөлшектерге бөле бастаймыз. Бірінші ортасынан және қалғанын бірдей бөліктерге дәл осы видеодағыдай бөліп шығасыз. Егерде пышақты суламасаңыз, сіздің пышағыңызға кимпап жабысып, ол формасынан жыртылып кетеді. Сол себептен міндетті түрде суды қолданыңыз. Міндетті түрде каналға тіркеліп, пікір қалдырып кетеңіз. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Міне кимпап дайын. Өте молынан шығады. Өте дәмді және оңай әрі тез жасалатын тағам. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сізбен бірге болған Инка Вакцовна.